Балалар, бүгін сіздерге квант сандар туралы түсіндірейін. Бізде атомдағы кез келген электронның күйін сипаттау үшін 4 квант саны қолданылады. Енді квант сандарының түрлерімен таныстырайын сіздерге. Ең бірінші бізде бас квант саны. Бас квант саны n әрпімен белгіленеді. Екінші орбиталь квант саны, ол L әрпімен белгіленеді. Үшінші магнит квант саны, ол бізде ML, және де спин квант саны MS деп белгіленеді. Енді бұл квант сандары бізге не үшін қажет? Яғни элементтің электрондық формуласы берілген болса, ол жерде квант сандары арқылы біз электрондар қалай орналасып тұр ұяшықтарда, соны анықтауға бізге осы квант сандар көмектеседі. Енді бізде ең бірінші бас квант санын қалай табамыз? Сол жөнінде түсіндіріп өтейін. Мысалы, бізге арнайы электрондық формула берілсін. Біз бір формуланы алайық. Мысалы, 2s2, 2p4 деген 2s2, 2p4 деген электрондық формуласы берілген элементтің. Енді осы электрондық формула арқылы біз квант сандарын табуымыз керек. Яғни бас квант санын табу керек, орбиталь квант санын табуымыз керек, магнит квант саны және спин квант сандарын табуымыз керек. Ол үшін енді біз ең соңғы 2p4 бойынша квант сандарын тауып үйренуге ең бірінші. Бізде бас квант санын табу үшін ең бірінші p-ның алдына тұрған санға қараймыз. Бұл жерде p-ның алдына 2 деген сан тұр. Сол үшін бас квант саны 2-ге тең болады. Бұл жерде 2-ге тең болады. Неге? Өйткені пи-дің алдында 2 деген сан тұр. Енді бұл 2 деген сан қайдан шықты? Яғни екінші периодтың элементі деген сөз. Екінші периодтың элементі. Енді біз орбиталь квант санын табуымыз керек. Орбиталь квант санын табу үшін бізде арнайы формуласы бар. L тең n-1 деген формула бар. Енді егерде бізде мысалы n-іміз бас квант санымыз n тең 1 болатын болса, n тең 2 болатын болса, осылай түсіндіріп көрейін, n тең 3-ге тең болатын болса, L мәндері қаншаға тең? Енді n-ның орнына біз 1 деген санды қояйық. 1-ден 1-ді алсақ, L сонда 1 алу 1 тең 0-ге тең болады. Енді егерде n-ның орнына біз 2 санын қоятын болсақ, L тең 2 азайту 1, онда L 1-ге тең болады. Енді n-ның орнына 3-ті қоятын болсақ, L тең 3 азайту 1 шығады 2. Дәл сол сияқты n тең 4 болатын болса, L тең 4 азайту 1 шығады 3. Енді бұл мәндер бізге нені береді? Бізде теңгешелер бар, балалар. S теңгеше деген бар. S теңгешенің мәні 0-ге тең болады, қараңыздар. P теңгеше бар. P теңгеше бізде мәні 1-ге тең болады. D теңгеше бар. D теңгешенің мәні 2-ге тең болады. Және де F теңгеше бар. F теңгешенің мәні 3-ге тең болады. Енді ұяшықтарды түсіндіріп кете салайын. Дәл осылай. S теңгешеде бізде бір ұяшық болады. Мына қараңыз. Ол 0-ге тең. Мына мәні 0-ге тең. P теңгешеде ұяшықтың саны бізде 3 болады. 3 болады. Ол бізде L 1-ге тең. Бұл жерде L 1-ге тең болады. P теңгешеде. D теңгешеде ұяшықтың саны 5 болады. 1, 2, 3, 4, 5.
Енді келесі F деңгейші ұяшықтың саны 7 болады. 3, 4, 5, 6, 7. Енді қараңыз, бізде мына жақта P деген деңгейше тұр, иә? P деген деңгейше тұр. P деңгейшеде L-дің мәні 1-ге тең болады, қараңыз, иә? L-дің мәні 1-ге тең болады. Егер мына жақта D тұратын болса, онда ол L-дің мәні 2-ге тең болушы еді. Ал енді мына жақта F деңгейше тұратын болса, онда L-дің мәні бізде 3-ге тең болатын еді, қараңыз. Демек, мына жақта L тең 1-ге. Не үшін? Себебі P элемент деп тұр, P элемент. P элемент бізде P элемент мәнін табу үшін мына формулаға саламыз n-1. Сол арқылы біз L-дің мәнін тауып алдық, міне қараңыз. Енді бізге табуымыз керек магнит квант санын. Магнит квант санын қалай табамыз? Енді біз P-да 4 электрон бар деп жатыр. Міне P-ның бізде деңгейшені салып алдық. P деңгейшені салып алдық. Осының ішіне мына 4 электронды орналастыруымыз қажет. Міне ең алдымен жоғары қарай электрондарды орналастырамыз. Міне 3 толды. Бізге 4 болу керек электрон. Біреуін төменге қарай орналастырамыз. Енді мына жерде мына ортасы 0-ге тең. Мына жағы бізде -1-ге тең, мына жағы +1-ге тең. Дәл осылай мына D ұяшықта да сондай, дәл ортасы 0-ге тең, -1, -2. Мына жақта +1 болады, +2. Мына S деңгейшеде 0 ортасында тұрады. F деңгейшеде мына жақта дәл ортасында 0, -1, -2, -3. Мына жақ плюстер. +1, +2, +3. Енді қараңыз, P4 деді бізге. P4-іміз мына жақта тұр, яғни -1-де тұр. Демек, магнит квант саны бізде -1-ге тең болады. -1-ге тең. Магнит квант саны -1-ге тең. 2P4-тің. Енді бізге соңғы квант саны табу керек. Спин квант саны. Спин квант саны табу үшін дәл осы электрондардың орналасу ретіне қараймыз. Ең соңғы электрон міне мынау тұр. Бұл төменге қарай орналасты. Төменге қарай орналасса ms -2-ден 1 деп жазамыз. Ал егер бізде мынау мына жерде 2P4 емес 2P3 болатын болса, мысалы, онда 3 электрон болатын еді. Ол жоғары қарай мынау стрелкамен аяқталып қалатын еді ғой. Ондай жағдайда бізде +2-ден 1 деп жазатын едік спин квант санын. Енді тағы бір мысал түсіндіріп көрейін. Енді бізге 3s2 3p3 деген электрондық формула берілсін. Осы электрондық формула, яғни осы элементтің электрондық формуласы арқылы біз 3p3-тің квант сандарын табайық. 3p3-тің. Енді бұл жерде ең бірінші бас квант саны табуымыз керек. Бас квант саны n-мен белгіленеді. Бұл жерде n тең 3 болады. Себебі p-дің алдында 3 деген сан тұр. Осы бізде бас квант санын көрсетеді. Енді орбиталь квант санын табуымыз керек. Орбиталь квант санын табу үшін L тең деп жазамыз. Қараңыз. L-да бізде p деңгейше қаншаға тең еді мәні? Қараңыз, p деңгейшенің мәні 1-ге тең дегеніміз. L 1-ге тең болады. Енді бізге магнит квант санын табуымыз керек. M, L-ді табуымыз керек. Магнит квант санын табу үшін P деңгейшеге 3 электронды орналастырайық. P деңгейше салайын. P деңгейше. P деңгейшеде 3 ұяшық болады дедім. Мені қараңыз. P деңгейшеде 3 ұяшық болады. Енді соның ішіне 3 электронды орналастырамыз.
барлығы жоғары қарай орналасады. Енді мына жақта ортасы 0 болады, мына жақ -1 мәні бар, мына жақта +1 мәнге ие болады дегенбіз. Енді ml бізде +1 болады. Неге? Өйткені мына ең соңғы электрон мына жерде аяқталды. Бұның мәні +1-ге тең. Демек, магнит квант саны +1-ге тең. Енді бізге табу керек соңғы спин квант саны. Спин квант саны ms деп белгілейміз. Енді мына электронымыз бізде жоғары қарай орналасып тұр, қараңыз. Жоғары қарай орналасса, ол +2-ден 1 болады деген. Ал егер осы электрон төменге қарай орналасып тұрса, сонымен аяқталатын болса, онда ол мына жер -2-ден 1-мен аяқталу керек еді. Демек 3p3 электрондық формуласы, яғни фосфордың соңғы жаңағы қабаттағы квант сандары n-нің мәні 3-ге тең екен, l-дің мәні 1-ге тең, магнит квант саны +1-ге тең, спин квант саны +2-ден 1-ге тең екен. Бұл ұбт-да тапсырмаларда, сұрақтарда кездесетін, ең көп кездесетін сұрақ. Енді бізге белгілі бір хром элементі берілсін. Хром элементі мына жаққа жазайын. Хром элементі бізде мына жақта 24-ші элемент. Ол бізде 4-ші периодта тұр. Сол үшін 4 энергетикалық деңгей болады. 24-ші элемент 4 энергетикалық деңгей болады. Неге? Себебі хром бізде 4-ші периодта тұр. 4-ші периодта тұр. Енді осы жаққа электрондарын орналастырайық. Бірінші қабатта бізде 2 электроны бар. Екінші қабатта 8 электроны бар. Ең соңғы қабатында 1 электроны бар. Және мынау үшінші қабатта 13 электроны бар. Енді біз мына ең соңғы сыртқы қабаттағы электронның квант сандарын табуымыз керек болсын. Бұның электрондық формуласын жазатын болсақ, 4s1 болады. Өйткені 4 деген 4-ші қабат, яғни 4-ші периодның элементі хром. S деген неге S? Өйткені S элемент болып тұр. Енді осы жерде квант сандарын тауып көрейік хромның. Бізге бас квант саны, қараңыз, S-ның алдында 4 деген сан тұр. Демек, бас квант саны 4-ге тең. Енді бізге орбиталь квант саны табу керек. L-ды табуымыз керек. S элементте қараңыз. S элементте орбиталь квант саны 0-ге тең деп айтқанбыз мына жақта. 0-ге тең. Енді бізге магнит квант саны табу керек. Магнит квант саны ML. ML-да мәні 0-ге тең, мұны қараңыз. 0-ге тең. Соңғы магнит квант саны, спин квант саны табуымыз керек. Спин квант саны табу үшін осыны ұяшыққа орналастырайық. S болғаннан кейін ол 1 ұяшық болады. S-та 1 ұяшық саламыз. Оның ішіне 1 электронды орналастырамыз. Ол жоғары қарай орналасады. Бірінші әрдайым жоғары қарай толады. Одан кейін барып төменге қарай орналастырамыз электрондар. Енді бұл қарасаңыз, мына жақта спин квант саны жоғары қарай тұр. Қараңыз, сонда +2-ден 1 болады. Енді бұл тапсырманы аяқтадық біз. Дәл осылай сіздерде берілген элементтердің электрондық формуласы арқылы электрондары қалай орналасады, осы квант сандары арқылы орындап ұбт-да жоғары балл жинауларыңызға керемет мүмкіндік бар.